Қазақтың бұрын бар, бүгін жоқ мінездерінің бір-екісін айтайын. Ол айтқан сөзінде тұру және сөзге тоқтау деген қасиеттер еді. Бірінші сөзінде тұру деген не? Осыған тоқтала кетейін. Сөзінде тұру деген біреуге уәде берсең, сол уәдеңді орындау. Айтқан сөзіңнің иесі болу деген сөз. Ал өз айтқан сөзіңнің иесі бола алмай, менің сөзім емес, мен олай сөз бергем жоқ деп екі сөйлеп тайқап, берген уәдеңнен айнсаң, ол өлгенмен тең. Ертең екі сөйлеген өлген дейді оны қазақ. Істей алмайсың ба, сөз берме, сөз бердің бе, орында. Қазір көп адам сөзінде тұрмайды. Уәдені еп төгеді, қолынан келсін келмесін. Сөйтемін, бүйтемін деп айта береді. Кейін өзіне пайдасы болмаса, бағана айтқан уәдесінен айнып, жоқ, мен олай дегем жоқ дейді. Бұндай айтқан сөзінен тайқып шығатын, табанының бірі жоқ, құйрығын ұстатпайтын адамдар түбінде оңбайды. Уәде Құдай аты деген бар, демек оларды Құдай ұрмай қоймайды. Екі сөйлеу өлгенмен тең дедік. Ендеше ондай адамдар сөздің қадірін білмейтін тірі өліктер деген сөз. Ең өкініштісі, осындай тірі өліктер біздің елде барлық салада бар. Отыр, жұмыс жасап. Енді қараңыз, ғалым Ақселеу Сейдімбектің айтатыны бар. Қазақ даласында 20 ғасырға дейін сырттан келген этнограф ғалымдар таң қалады екен. Қарапайым істі қойып, мемлекеттік деңгейдегі өте ірі тағдырлы істердің өзі уәдемен ғана шешіле береді деп. Ол дегеніңіз ешқандай құжат қозғалтпай-ақ, сөз беріп, сол сөзін орындап, мемлекеттік істерді шеше береді деген сөз. Міне бүгін біз осы мінезден ажырадық. Ал енді сөзге тоқтау деген не? Сөзге тоқтау дегеніміз, бір есті сөз естісе, мына сөз расымен де жөн сөз екен, дұрыс екен. Осы айтқанды құп көрейін, білетін адам айтып отыр ғой, деп сол сөзге тоқтауды айтады. Қазір сөзге тоқтау деген жоқ. Желде қарап отырамын, қазекем үнемі айтысып, тартысып отырады. Ішінде біреу шығып, есті сөз айтса, оны тыңдамайды. Түйедей кері сиеп, қисық басып, тек менікі жөн дегенге салынып, қыңырайып отырғаны. Толмасқа құйма, оқпасқа айтпа деген осы екен ғой деп қоясың ақыры. Ал енді неге біз осы қасиеттерді жоғалттық деп ойлайсыздар? Меніңше, бұл тарихи жадымыздан ажырап, ана тілімізді ұмытып, сөздің қадір қасиетін білмегендіктен болып отыр. Қазір есті сөз айтатын дуалы ауыз аз қалды. Оны тыңдай қоятын құлақ та жоқ десек болады. Абайша айтқанда сөзіміз түзелмейді, тыңдаушы да түзелмейді ендеше. Осында кептеміз. Абай демекші, осы сөзге тоқтау мен уәдеде тұру жайындағы ойымды қорытындылап, Абай заманындағы бір оқиғаны айтып берейін. Осыған бір мысал ретінде. Абайдың көңілі кеткен Қуандық деген қыз болған. Сол Қуандықты жар етіп аламын деп, әкесі Құнанбай қажыға келгенде әкесі айтыпты. Ей Абай шырағым, сен анаңның көңілінде, әкеңнің белінде жүрген кезде, біз Ділдәнің әкесі Алшынбай екеуміз құда жекжат болуға уағдаласып, сөз байласып қойғанбыз. Егер мен саған Қуандықты алып берсем, ертең мына жұрт айтпай ма? Құнанбай басыменен сөзінде тұрмады деп. Сондықтан тек Ділдәні аласың дейді. Әкесінің айтқан сөзіне тоқтаған Абай Ділдәға қосылады. Міне, уәдеде тұру, есті сөзге тоқтау деген осы қазақтар. Қарашы, қандай ұлы мінездің иелері болған бұл қазақтар. Сіздермен болған Нұрдәулет Есеғазы, қазақтың мінез хақында. Егер видео ұнаса, каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, басқа біреулердің көруіне септесіп ары қарай таратыңыздар.